Қайырлы күн, қадірлі көрермен, эфирде кітап қазына хабары. Бүгінгі хабарымыздың қонағы қоғам қайраткері, айтыскер, ақын, Ақмола облыстық тарихи өлкетану музейінің директоры Құдайберлі Мырзабек. Құдайберлі Мырза жақында ғана оқырманға Батырхан Әлім деген азаматтың Мөлдір мұң деген кітабын шығарып ұсындыңыз. Бұл бұрын біз білмейтін, біз танымаған ақын екен. Соны сіз жинақтап, кітап қылып бастырып, оқырманға таныстырып, тұсаукесерін өткіздіңіз, мән-мәнісін айтып бердіңіз. Енді мына телекөрерменге осы кітаптың шығу тарихы туралы айтып берсеңіз, бұл бір тағдырлы кітап болғанға ұқсайды. Осы туралы айтып берсеңіз әңгімелеп. Енді осы кітаптың шығуына көңіл бөліп, кәдімгідей арнайы хабар түсіріп жатқан сіздердің мына еңбектеріңізге көптен көп рахмет, жеміс тілеймін. Енді әркімнің өзінің өткен балалық шағы, дәурені бар. Жасымызда өлең жаза бастаған кезде сол әлемдегі ең бақытты, ең мәртебелі ақын жазушылар болып солай елестейтін. Өйткені біз көзімізді кітаппен ашқан ұрпақпыз. Өмірге деген көзқарасымыз, қоғам туралы ойларымыз сол кезде оқыған кітаптарымыз арқылы қалыптасты ғой. Және өскен ортаның да әсері болады. Әкем өзі жыршы, термеші болды. Сол кісінің арқасында өлеңге деген қызығушылық пайда болып, өлең жаза бастадым. Өзіміз өлең жаза бастағаннан кейін ақындарға деген қызығушылық болды. Енді үлкен қабырғалы, үлкен қаламгерлер өз алдына бір басқа, өзіміздің замандастарымыз жайлы. Сол өзіміздің замандастарымыз сол кезде Байқал Баяділов, бүгінгі танымал журналист. Бүгінгі танымал журналист. Сол кезде ол да өлең жаза бастады. Мен өлең жаза бастадым. Сөйтіп жүрген уақытта енді біздің ауылдағы мектебіміз 8 жылдық болды да, мен сол ғайни себептермен Көкшетау қаласына келіп оқуымды жалғастырдым. Мұғалімдеріміз сондай ақын бала деп үмітпен қарайтын болды. Сол кезде мен А класында оқыдым, В класында Батырхан деген бала болды. Сол тікелей осы біз сол Қабырға газетінің шығаруымен айналыстық. Сонда жүріп өлең жаздық, бір-біріміздің жазған өлеңдерімізді, енді ол кезде біздің қалыптасу кезеңіміз арқырап-сарқырап кетіп атқан керемет өлеңіміз болмағанмен, өзімізге өзіміз кәдімгідей бір жақсы ақын болып сезілетін кезіміз. Сол кезде бұл Батырхан көп оқыды. Мен де оқыдым, бірақ ол менен де көп оқыды деп ойлаймын. Сабақты да өте жақсы оқыды, алғыр бала болды. Сол бірге жүріп, зерек бала. Содан Батырханмен араласам, Байқал мына Мәл Ғабдуллин атындағы 3-ші мектепте оқиды. Оған барам, ол маған келеді, кездесіп сол бір-біріміздің ауылымызда, бір-біріміздің үйімізде жүрген сондай кездер бір. Асыл мөлдір кездер. Сол Батырхан менен екеуміз енді өлең жазамыз да, мектептен бірге барып, мына Көкшетау правдасы газеті, о кезде Көкшетау правдасы газетінде Қорғанбек Аманжолов деген ағамыз, ақын, бүгінгі белгілі үлкен қаламгер журналист. Сол кісі мәдениет бөлімінде меңгерушісі. Мәдениет бөліміне сол өлеңді бәрін соған тапсырылады. Енді Қорғанбек Аманжоловты танитын болғанымыз, сол ауылда жүрген кезде, сол 5-ші класстан бастап өлең жазамыз, сол Көкшетау правдасына жібереміз. Ол кезде біздің өлеңіміз енді керемет суырлы болып тұрмағаннан кейін
өлеңдерimiz шыға бермейді. Бірақ 90-да бір ма сол жазылған хаттарға, әсіресе өлеңдерге шолулар жасалады. Сондай үрдіс болған. Иә, осындай жерден, осындай ауылдан Мырзабеков Құдайберлі деген өлең жазыпты. Сол өкінішке орай өлеңдерінің кемшілігі болғаннан кейін біз газетке пайдаланылмадық, бірақ болашағынан өте үміт күттіреді деген сөз болады да. Сол үміт күттіреді деген сөз керемет қанаттандырады. Содан о кезде енді ауылдағы мен өзіміз құралыптас балалар газетке шығыпсың деп сөйдейді. Соның өзіне газетке атың жазыпты деген, сол газетке шығып, қазір енді газетке күнде шығып жатамыз, ешкім соған елеңдеп жатпайтын кез. Ал ол кезде мынау қарапайым адамнан бастап басшыға дейін сол газетке қатты мән беретін заман еді ғой. Мектепті тамамдағаннан кейін ол кезде біздің Көкшетауда қазақша оқытатын оқу орны жоқ. Батырхан ауыл шаруашылық институтына түсті. Біз Байқал екеміз Қарағандыдағы қазір Бөкетов атындағы университетке, журналистика факультетіне барсақ деген ойменен дайындалдық, бірақ сол жыл бара алмай қалдық. 81-ші жылы болатын бұл. Батырхан бір жылын бір курсын тамамдады. Бірақ келесі жылы, 82-ші жылы Көкшетауда РКО, орысша қазақша бөлім ашылды. Енді қазіргі аралас мектеп деген сияқты ғой. Сол аралас мектептің мамандары ғой деймін. Сол бөлім ашылысыменен Батырхан жаңағы ауыл шаруашылық институтын тастап, қайтадан келіп, мынау нағашыларының айтқанына көнбей, пединституттың жаңағы орыс қазақ бөліміне барып, құжаттарын тапсырып, мен де сол жылы апарып тапсырдым. Өкінішке орай мен түсе алған жоқпын, Батырхан түсіп кетті. Сонда агроном болғысы келмей жаңа тіл маманы. Иә, ол енді сол кәдімгі ақын болам, тіл маманы болам деген сондай үлкен арманы болды. Сол арманын жүзеге асыру үшін, сол арманға қол жеткізу үшін жаңағы пединституттың орыс қазақ бөліміне оқуға түсті. Сөйтіп сол жылы күзге қарай мен әскерге шақырылдым. 82-ші жылы Батырхан мені сондай бір қимастық сезімменен жүгіріп жүріп, осында бір 2 күндей әскери комиссариатта жатып қалдық. Сол кезде жаңағы дуалдың үстінен секіріп түсіп, мана ішінде әскерге шақырылғандар жатамыз. Сол арамызға келіп, менің қасымда болып бірге, содан кейін шығып кетеді. Бір рет ұсталып қап, бәлеге қала жаздады. Сөйтіп жүріп, ағам келіп, ана жерден офицерлерден сұрап алып кетті. Сол екеміз бір күн ағам үйінде, бір күн оның үйінде қонақ болып, сол 8-ші желтоқсан күні мен әскерге аттандым. Сол аттанғанда Батырхан келеді жүгіріп, кіре алмайды. Содан бізді автобусқа отырғызып аэропортқа алып кетті. Сол бетіменен самолетпен біз әскерге кетіп қалдық. Міне соңғы көруім сол күндерді көрдім. Одан кейін сол әскер қатарында жүріп, ол менен кейін 6 айдасын ол әскерге алынды. Оған әскерге бармауға болатындай мүмкіндік болды. Жаңа нағашылары да жақсы, ол кездегі өтімді адамдар, және бір ананың жалғыз ұлы ретінде оны қалдыруға мүмкіндік болды. Бірақ ол мен әскерге барам деп, сол кезде бір әскерге бару деген жастарға үлкен бір ұмтылыс болатын. Қыздардың өзі әскерге барып келген жігітке жақсы қарайтын. Сол мен де әскерден қарам деген ондай ешқандай ол кезде ой жоқ. Сол кеттік әскерге. Соны ол да кетті. Сол әскерде жүріп хат алысып жүрдік.
Сол жылы Батырханмен бірге 82-ші жылы мына Нұртас Ахатов та бірге оқуға түскен. Сол мына Ертай деген үлкен азамат болды, біраз жігіттер болды. Солардың бәрі сол уақыттарда әскерге шақырылып алынды. Сөйтіп бір жыл өткеннен кейін, осы күзгі мезгілде маған Нұртастан хат келді. Нұртаспен хат жазысып тұрамыз. Мына Байқал менен бір жыл бұрын кеткен әскерге, ол әскерден келіп үлгерген. Ол екеуін енді Нұртаспен екеуіне кезек-кезек хат жазып жүріп бір-біріменен, мен әскерде жүріп екеуін бір-бірімен таныстырып сырттай сөйтіп бір-біріне қосқам. Содан Нұртас өлең менен хат жазып жіберіпті. Батырханнан айырылдық деп. Содан үлкен қайғы болды жүріп. Сонағы командирлерім келіп сұрайды, туысың бет, досым дейм, деп кетіп қалады. Сол қатты көңіл бөлмейді олар. Ондай күшті жақының емес екен ғой, немене қайғырасың деген сияқты. Бірақ мен үшін сондай қатты қайғы болды. Сөйтіп әскерден келдік. Келгеннен кейін анасына бардым, мен бірінші кезектегі жұмысым. Сөйтіп жүріп өлеңдерін жазған хаттарын үйінде отырып оқыдым, не қылдым, бірақ сол кездегі өлеңдер бір шама болғанменен енді мұндай мол дүние емес сияқты көрінген қарап. Сол кезде. Сосын енді ол кезде өз қолымыз өз аузымызға жетіп жатпаған жас кезіміз ғой, сөйтіп жүріп бүйтіп жетілдік. Сосын бердің келе енді ылғи өзім Батырханның бір маған берген суреті болатын, соны қайда барсам да жұмыс істесем де, мынау Көкшетау правдасы газетінде әскерден кейін қызмет істедім. Сол кезде де қалдырмай столыма қойып, сонда өзім жазуым тұратын, өзіме берген сертім сияқты. Мен өлмей, менің кеудемде Батырхан бейнең өшпейді деген сөзім бар да сол фотода. Содан жылдар өтіп жатты, енді мен олардың Батырханның отбасыменен байланысымды үзген жоқпын. Енді 50-ге келдім, 60-қа жақындағанда ойлап жүрдім. Өзімнің кітабын шығарсам, енді шығаны бірдей ғой шамасы. Сол өзімнің кітабыммен қосып, бүкіл өлеңдерін салып, Батырхан әлім деп естелігіммен менен өлеңдерін жариялап жіберейінші шықсын деп. Енді ол Батырханның барын енді өзімнің інілерім, шәкірттеріме де бәріне айтып жүрдім. Сол Байқалды айтып жүрген шығар, сол алмастың да себебі болып, осы бізде бір Көкшетау, Жершоқтың Көкшетау деген журнал шықты ғой. Сол журналға да бір топтамасын басты. Енді біраз өлеңдерін енді білем. Сөйтіп анада мен 60-қа жасымды тойлайын ба деп жүрген кезде сол Айгүлді хабарласып қалды. Қарындасы, Айгүл деген қарындасы. Сосын осы өлеңі туралы сөйлестік. Сосын оған кеңес бердім. Енді біздің Абай бір класста оқыған Әлиев. Сен Әлиев Абайменен байланысып айт, мен де айтам. Сенен қарындасы ретінде айтсаң, сөзің өтімді болады. Өйткені Абай ешқашан енді тартынбайтын нар жігіт. Менің кітаптарымды да шығарып беріп жүрген жігіт қой. Сосын енді Батырханды мен айтып жатқаннан гөрі қарындасы барып айтса әсерлі болады ғой деп сондай ұсыныс жасадым. Абай қолдай кетті. Сосын екеуміз тағы сөйлескенде осылай шығарайық деп. Сосын енді Айгүлге сен бас дедім бәрін. Отырып, қай дәптерде не бар, қай жерде жазылған дүние бар, бәрін жаз деп бір рет жинап алып келді. Сосын қарадымдай, ана өлеңің қайда? Мына өлеңің қайда деп өзім білетін өлеңдерді сұрап, тағы да іздеші деп сондай ескертіп айтып едім. Сол тағы да қарап, не қылғанда тауып шықты өлеңдер. Сөйтіп түгел жинақталды. Сөйтіп түгел енді жинақтадық. Енді жасыратын жоқ.
бір аздаған өлеңдері мүлде өшіріліп кеткен. Қағаз сарғайып кетеді ғой. Сарғайып жазулар бар өшіп қалған. Не қылған, соның өзінде луппамен қарап отырып басқамыз. Сөйтіп сосын басып әкелген дүниені өзім отырып үстінен қарап, анау Айгүл ақын емес қой. Кейбір сөздер оны, сосын мен анау кейбір қазақта жоқ сөздер болып кеткен сөздер бар да, солардың бәрін отырып түзедім. Бірақ қаламды қатты батырмадым. Өйткені менің өзімнің ұғымымда өлең жазатын ақынның өлеңін қатты редакциялап қажет емес. Өйткені бір ақынның айтқаны бір ақын басқаша түсінуі мүмкін. Оның жүрегін сөйлеп тұрғаны басқа. Ал енді бір сөздің өзі бір шумақтағы ойды өзгертіп жібереді. Сондықтан мен шамам келгенше сол кездегі, енді айналып қарағанда бұл енді 18-де әскерге шақырылды. Өлеңнің түзелетін кезі болады ғой. Өлеңнің өлең қатарына жақындайтын кезі болады. Сол кезде мектептен бітірген кезеңіменен мектептегі сол 10-шы сынып дейікші, сол кезбен салыстырғанда бұл айналасы бір 4-5 жылдағы шығармашылығы. Жас шағындағы. Иә, жас шағындағы. Сосын ол кездегі дағы, енді мына бүгінгі келіп жазып жүрген ақындарды, мүшайра анау бар, бәрін көреміз. Өзіміздің кезеңіміздегі жазып келе жатқанымыз бар. Сол кездегіменен кезеңмен салыстырғанда мұның өлеңі үлкен деңгейлесіп, қалыптасып келе жатқан, қалыптасып қалған кейбіреу сондай өлеңдер болғандықтан бұған қатты қалам батырған жоқпын. Сонымен сәті түсіп, жаңағы Абайдың да Big Драйм деген баспасы, қазіргі атауы, сол баспаның бір жөндеу жұмыстарына бір тоқтайтындай кезеңі келіп, сол кезде жылдамдатып жібере қойыңдар деді. Сол жіберіп, сол баспаға жібердік, негіп реттеп, әлгі оның өлеңнің реттілігі бар ғой, әртүрлі жазған. Соны осылай әкеп, осылай реттедік дағы, осы атауын өзім қойдым. Енді бұл мөлдір мұң, бұл мұң әртүрлі болады ғой адамда. Біреу қоғамның мұңына, біреу ұлттың қасіретіне, біреу бүгінгі мемлекеттің кейбір жағдайларына деген мұң қайғы болады әркімнің несіне. Ал енді мұныкі мөлдір мұң. Сол кездегі таза сәби кезеңнен ересектікке, бозбала кезеңге аяқ баса бастаған кездегі мөлдір мұң, мынау сүйгеніне деген жете алмау, сосын енді әкесін сағыну, анасын сағыну деген сияқты, досқа деген жүрек соғысы, міне сол өлеңдерін бәрін қарап отырып, сосын мөлдір мұң деп ат қойдым. Сосын алғы сөзін жаздым. Енді кімге, Абайға сен жақсы білесің ғой, сенде бір естелік жазып қос деп едім. Ол сен жазып тұрсың ғой, бәріміздің атымыздан жетеді деп сөйдеді. Енді бұл кітаптың шығуына нақты үлкен, енді бұл әлгі атқару бар ғой, тас түскен жерін ауыр деген сияқты мәселе болады ғой. Сондай жағдайда мен енді корректорлық дейміз бе, сондай жағдайларын редакциялау жағынан осыны бәрін дайындап беруші болғаным менен осыны жүзеге асырып кітап қылып шығарған Әли Бабай деген біздің кластасымыз, осы Көкшетаудың азаматы, сол Астанадағы баспадан шығарып бізді бір аманатты орындауға мүмкіндік жасады. Бір қуаныш болды осы. Сондықтан бұл енді бүгінгі ұрпаққа бір мұра болып қалсын. Осындай ақынды біз ұмытпай келдік қой замандасымызды. Енді бізден кейінгі жастарда білсінші деген ізгар ниетпенен жарық көріп отыр. Енді бұл Батырханды сондай бір үлкен биіктен сынаудың қажеті жоқ, бірақ өлеңдері де тәп-тәуір жақсы өлеңдер. Енді өзіңізді оқып қараған боларсыз. Сол енді қазір кітапханаларға тапсырдық. Өзіміздің оқыған мектептің кітапханасына тапсырдық. Енді осы кітаптың не қылған кітап екеніне, не қылған қандай ақын екендігіне көз жеткізген адамға
мүмкіндік бар. Енді өздеріңіздің кітапханаларыңызға да бердік. Енді әрі қарай екінші ғұмыры басталды деп ойлаймыз. Рахмет. Көп рахмет, Құдайберді мырза, бүгінгі әңгімеңізге. Шын мәнісінде мынау досыңыздың алдындағы бір үлкен парызыңызды өтегендей, сағынышыңызды орнықтырғандай бір шаруа атқардыңыз. Алла риза болсын. Рахмет. Жұмысыңызға, қызметіңізге жеміс тілейміз. Рахмет. Осымен қадірлі көрермен, Кітап Қазына хабарының кезекті көрсетілімін аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар, кітап оқып жүріңіздер.